Қайырлы кеш, қымбатты достар. Аман сау жүрсіздер ме? Тікелей эфирге қош келдіңіздер. Біздің қадірлі YouTube арнамыздағы көрермендер, сіздерге кешкі тамаша көңіл күй тілейміз. Қосылған кісілер болса, жазып жіберсеңіздер комментарийға. Бейнем қалай көрініп тұр, даусым анық естіліп тұр ма? Байланыс қалай? Алдымен байланысты жөндеп алайық. Сәлеметсіз бе? Жания, апай, қош келдіңіздер. Барлығы жақсы болса, біз бастаймыз. Біздің тұрақты оқырмандар жақсы білет, көптен бері әлеуметтік желілер арқылы көпшіліктің кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында жұмыс жасап келеміз. Сіздермен бірге, біздің адал да сүйікті оқырмандармен бірге. Сәлем, Жібекжан. Рахмет, тамаша көрініп тұр, даусыңыз анық естіліп тұр дейді. Бүгін мереке, халықаралық кітап сыйлау күні. Баршаңызды құттықтаймын. Және осы мерекеге байланысты қазір достығымнан 5 кісіні таңдап кітап сыйлаймын. Енді қызығы сол, бүгін шын көңілмен, достық сезіммен, мынандай қарапайым тәсілмен кітаптарды сыйлайтын боламыз. Телефон бір аккаунтта тұр. Қазір міне мен парақшамды ашамын. Енді қараңыздар, біз алдыңғы камерамен эфирді жүргізіп отырғаннан кейін мұндағы достардың аты жөні теріс оқылуы мүмкін. Оған алаңдамаңыздар, барлығы әділ болсын. Мені мұнда Гүлназ YouTube арнамызға бейне таспаға түсіріп тұр. Эфирден кейін комментарийға сілтемесін салып қоямын. Кімге бұйырады екен дейді. Қазір кімге бұйыратынын көреміз, барлығымыз бірге, я? Бісміллә деп. Рахмет, халықаралық кітап сыйлау күні құтты болсын дейді. Міне, достар, енді бұл жерде достардың тізімін шығарып алайық. Қазір міне алфавит бойынша тұрады. Бұл жерде кісілердің аты жөні. Сол үшін ұзақ жылжытып отырып таңдаймыз. Мен қарамаймын. Өйткені танып қойып, белсенді оқырмандарға бүйрегім бұрып кетуі мүмкін. Қалжыңдаймын. Міне қарамай отырып, осылай жылжытып отырып, тоқтатып анықтаймыз. Танымайтын кісілерге сыйлық сыйлау деген адамды қобалжытады екен шынымен де. Ал кеттік. Сыйлыққа кім ие болар екен, сонымен бастаймыз. Кәне. Опа. Басмай қалды. Опа. Ал кеттік. Бірінші жеңімпаз. Айжан дейді. Мына кісі, мен қазір бірден скриндап алайын. Танымаймын, достығымда бар. Осы кісілерге қазір анықтаған. Жазушы Дидар Амантайдың міне осындай кітабын сыйлаймыз. Барлық кісіге бірдей. Арғара кеттік. Енді біраз жылжытуға тура келеді. Рахмет, керемет дейді. Және апай, біраз жылжытайық. Мен қазір интернетке де байланысын істемей тұруым мүмкін. Мен қазір Wi-Fi-ді өшіріп. Қазір қалпына келсін. Осы әрпінен өтіп кетейік. 5000 кісі бар достығымда.
сондықтан біраз жылжыдық, басқа да әріптерден басталатын. Ал мен қырынан қарап отырмын, мен тура қарап оқып отырған жоқпын аты жөндерін. Кеттік. Біраз жылжытайық. Бәрекелді. Диляфруз. Ұлты басқа кісі екен, енді десе де құтты болсын. Достар, кейбір кісілер болады, аккаунты түсініксіз, немесе шетелдік достарымыз болуы мүмкін. Сондай кісілерге келіп қалатын болса сәйкес, онда біз нағыз кітап құмар, бізде оқырмандар бар, кітап сыйлаңызшы, мен кітап ұтып алған жоқпын ба деп өкпелеп жүретін сол кісілерге сыйлаймыз онда. Егерде бұл кісілер сыйлықты алмайтын болса, жекелеріне жазып көреміз сонда да. Сонымен екінші жеңімпаз кетті. Менің қолымда ұтыс жоқ негізі дейді. Ал ары қарай кеттік, біраз жылжытайық. Кәне, біраз төмен қарай түсейік. 5000 адам. Мына жарықтан бір-бірімен жарайды, ең бастысы. Ал кеттік. Оппа. Женісбек Қалмырза. Женісбек Қалмырза деген ағамыз алатын болды кітапты. Барлықтарыңызға жекелеріңізге жазып, қазпочта арқылы салып жібереміз. Ары қарай кеттік. Енді 2 оқырман қалды, я, Гүлназ? 5 оқырман. Тағы біраз түсейік. Кеттік. Маржан Үсен. Маржан Үсен деген апайымыз, әсемпаз болма ар неге, өнерпаз болсаң әр қалан деп абайдың өлеңін қойып қойған екен. Маржан Үсен деген апайымыз ұтып алды келесі кітапты. Ары қарай кеттік. Бәрі дұрыс па, достар? Қатып қалды комментарийлар. Жарайды, біз жалғастыра береміз. Енді 1 оқырман қалды. Тағы біраз жылжытайық. Біраз түсірейік. Та-дам! Рахымғали аға атып алды бір кітапты. Қызық, я? Енді Рахымғали ағаны танитын боларсыздар, я? Атамұра баспасынан. Осы мерекеде бір-бірімізге кітап сыйлайық. Барынша белсенді болайық, қолдан келгенше. Кітап сыйлау дәстүрін осылай қалыптастырайық, дамытайық деп. Сол ұсынысты сіздерге де айтамын. Уақыт алтыннан қымбат. Аз да болса уақыттарыңызды бөліп, мерекені бізбен бірге өткізгендеріңіз үшін ризамыз. Келесі эфирде, хабарда амандықпен жүздескенше.